Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге осындай дәмді болып шығатын балды рулеттің рецептісімен бөлісемін. Бізде осылай нәзік әрі дәмді болып шығады. Сіздерге кесіп көрсетемін. Бізде жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Дәміне енді сөз жоқ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен бөлісемін. Ал енді жасауға кірісейік. Ыдысымызға алдымен 3 ас қасық балымызды салып аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және кішкене сары май қосамыз. Отқа қоямыз. Ерігенше араластырамыз. Кішкене қайнап шыққан кезде шай қасықпен ас содасын қосамыз. Және тынбай араластырамыз. Түсі өзгергенше, осылай сары түске енгенше отта ұстаймыз. Ал енді отымызды өшіреміз. Ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды саламыз. Миксермен жай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Кішкене көп біткен соң қантымызды қосамыз. Ал енді қанты ерігенше миксерлейміз. Менің арнамда басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Алдағы уақытта жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Осылай көлемі үлкейгенше миксерлейміз. Келесі кезекте балымызды қосамыз. Миксерлейміз. Біркелкі масса шықты. Келесі ұнымызды қосамыз. Барлығын араластырамыз. Миксермен біркелкі болғанша осылай қозғаймыз. Пергамент қағазы төселген листімізге тестамызды құямыз. Форманың диаметрі 30-да 30. Біркелкі етіп жайғастырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Бізде тез шығып пісіп шықты. Осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Келесі пергаментімізге аударамыз. Осылай ыстықтай кезінде ораймыз. Осылай оралған күйінде суытамыз. Кремін жасауға кірісеміз. Бізге сливки қажет. Міндетті түрде салқын болу қажет. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Қанттың тағын немесе қантты қосамыз. Қоюланғанша миксерлейміз.
Бізде креміміз дайын болды. Лопатканың көмегімен барлық шетіне біркелкі етіп, кремімізді жағып шығамыз. Рулетімізді ораймыз және салқын жерге 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Қалған кремімізбен сыртынан жағып шығамыз және майдаланған жаңғақты үстінен себеміз. Өз қалауларыңызша сәндеуге болады. Дәмі ерекше өте дәмді рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Мінекей бізде дайын болды. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.